Қайырлы күн. Бүгін сіздерге мен мексикалық кешкі ас жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге қарапайым ғана заттар қажет. Болгар бұрышы, сәбіз, пияз және фарш и гарниріне күріш жасайтын боламыз. Осылай барлық заттарымызды турап аламыз. Аз ғана заттан өте дәмді тағам жасап шығарамыз. Осылай барлығын турап аламыз. Сәбізді де майдалап турап алып, осылай сковородкаға барлық заттарымызды қуырамыз. Қасына күрішті қайнатып жатырмын гарнирге. Осылай дәміне қарай тұзын салып, әдемілеп қуырып болғаннан кейін пісуге жақындағанда жүгері саламыз. Шамалы 5-10 минуттай осылай асты бәсеңдеген отта шамалы тұрады. Тағамымыз дайын болды. Енді тарелкаға әдемілеп осылай гарнирді ортасына қойып, жан-жағына подливасын құятын боламыз. Өте дәмді, әдемі көрінетін болады. Осылай әдемілеп құйып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте ерекше тағам, тез дайын болады. Ары кетсе бір жарты сағат уақыттарыңызды алады. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер. Рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.